Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрмұрат Ақжол, НИШ ХБН оқушысы. Бүгін біз туған елге тағзым жобасы бойынша осы есік этнографиялық мұражайға келіп тұрмыз. Бұл мұражайда жалпы ең маңызды өте бүкіміздің білетіндей алтын адам осы жерде көрсетілген. Біздің музейіміз 2010 жылы ашылған болатын. Жалпы біз сақтардың тарихын, мәдениетін зерттеумен айналысамыз. Міне алдарыңызда Қазақстанның археологиялық картасын көріп тұрсыздар. Өздеріңіз білесіздер, қазіргідей мықты желімдер де жоқ. Қазанның мына қағандар, яғни аяқтары қалай жабыстырылып шыққан. Осылай дәл өгілген екен. Қазанның аттары өздеріңіз арылады. Сол себептен енді бұл тарихи ескерткіш болғаннан кейін бұны сүру үшін археологтардың рұқсаты керек болды. Сәлеметсіздер, осы жерге. Алтын адам жайлы кішкене ақпарат бергім келіп тұр. Осы бүгінгі мұражайда айтылғандай, алтын адам 1970 жылдары Есік қорғанынан табылған еді. Осы Есік өзенінің солтүстік жағалауында табылған болатын. Бұл Лява тауының Есік шатқалында теңіз деңгейінен 1714 метр биіктікте орналасқан Есік көлі. Ол 8-10 мың жыл бұрын болған тау жыныстарының ығысуы нәтижесінде пайда болды. Оның апатқа дейінгі ұзындығы 1850 метр, ені 500 метр. Ал қазіргі кезде ұзындығы 755 метр, ал ені 325 метрге дейін жетеді. Тереңдігі 50 метрден 79 метрға дейін барады. Біз қазір Есік көлінің қасындамыз. Судың қайнау температурасына эксперимент жасап отырмыз. Себебі үлкен биіктікте судың қайнау температурасы да өзгереді. Қазір оны қайнатып отырмыз. Біздің эксперимент бойынша Здравствуйте, меня зовут Авельмажина Нусая, я ученица 7-го A-класса. И сегодня мы будем изучать климатические условия озера Есык. И будем их сравнивать с озером Кайнде и Кульсай, которые мы изучали позавчера. Давайте начнем с температуры. Тут 30 градусов Цельсия. Следующее.
Давление тут 821, 1597 метров над уровнем моря, 44 208. Люксом, да? Это Да, освещенность. Да, освещенность. И 35% влажности. Сейчас мы берем пробы воды озера Исык для дальнейшего изучения микрофлоры, чтобы узнать, какие бактерии, какие простейшие есть, и дабы сравнить пробы воды в озере Каньда, Кольсай и в озере Исык. Сейчас мы измеряем пробу воды из озера Исык на pH. И pH показал, что он 9 и 60. Бүгін біздегі есік көліне келіп, оған кейін жалпы жүргізген химия жағындағы көптеген эксперименттердің бірі қазіргі өтіп жатқан судағы оттектің мөлшері. Иә, оттектің мөлшері қанша болып шықты? Оттектің мөлшері 8%. Бұл оттек мөлшерден кейін бағана және де осы қазіргі мына жердегі ауа суға араласты, оның ішіндегі көмірқышқыл газының мөлшерін өлшедік. Ол бізде орташа есеппен алғанда 20 мың 10 миллион есеп ішінде жазылған, және де температураға байланысты. Жаңа біз осы Есік көлінің суының қайнау температурасын тексердік. Ол 92 градус болып шықты. Бұл осы көлдің су деңгейінен 2400, шамамен 2400 метрде орналасқаны туралы айтады. Және де жаңа біз қайнаған судың осы көлдің қайнаған суының оттек мөлшерін өлшеп көргенде ол 0,8